Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ақ мінсіз болып шығатын құймақтардың, яғни оладьидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, 5 ас қасық қант қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай миксер қолданбаймыз, осылай венчиктің көмегімен миксерсіз жасалады. Қантымызды араластырып болғаннан кейін үстінен айран қосамыз. Айран бөлме температурасында болуы қажет. Кез келген пайыздық айранды қолдансаңыздар болады. Мендегі 2,5% дүкеннің айраны. Араластырып болғаннан кейін енді келесі кезекте құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Жарты шай қасық ас содасын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және де алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Және де осылай 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Сонда біздің оладьи, яғни құймақтарымыз өте биік және де нәзік болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алғаш жасағаннан ақ мінсіз әрі дәмді болып шығады. Осымен біздің оладьидің, яғни құймақтардың қамыры дайын болды. Енді құрамында кефир мен ас содасын қосқандықтан реакция жүретін болады. Шамамен 10 минутқа қалдырамыз. Табамызды алдын ала қыздырып қоямыз және де кішкене мөлшерде май құйып, дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, бір ас қасықтан құйып, қызарғанша пісіріп аламыз. Бетінде дәл осындай тесіктер пайда болған кезде пісті деген сөз, яғни екінші бетіне аударсаңыздар болады. Қалған құймақтарымызды да дәл осылай аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің ең алғаш жасағаннан ақ мінсіз болып шығатын, өте дәмді және де нәзік, үлпілдек болып шығатын оладьи дайын болды. Таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.